Қазір жұрттар ұрандатады. Мешіттерді жауып тастаңдар, керек жоқ дейді. Оның орнына дейді завод, фабрик. Я, істейік. Бірақ бір сұрақ шығады. Неге осы мешіт салатын адамдар сонда завод салу керек? Сонда мешіт салып атпаған адамдар завод салса болмай ма? Мешітке келмейтін адамдар да көп қой. Солар не завод, фабрика ашамай қала ма? Тек мешітті салып атқан адамдар ғана завод, фабрика аша алады ма екен? Онда мойындаңыздар, айтыңыздар, құрметті мешіттің барғыштары, сендер ғана бізді бағасындар, сендер ғана біздің завод, фабриканы жұмыс істетесіңдер, біз сендерсіз ешкім емес, мойындайықсыңдар сонда. Сөйтіп ақ айтайық та онда. Қалай болады? Ашылып атқан мешітке жақында біреу бір жаңағы өзінше бір айтыпты, сендер мектеп, балабақша, завод, фабрика салсаңдаршы дейді. Сен салсай, бір қолынан ұстап атыр ма? Мешіт салатын адам барып сен қолынан ұстады ма? Сен неге мешіт салмадың, ондай балабақша салып жатсың деп бір айтты ма бір мешіттегі имам? Құрметті жақсылар, балабақша сала бермеңдерші, мешіт салыңдаршы деді ма бір имам? Қызық ше. Адамдар ашық одан гөрі мойындай салсын да, мен дінге қарсымын, мешітті, сол ғибадатты, құлшылықты көтере алмай жатырмын. Басқа нәрсе адамдар рухани орта бұл жер. Аржақ материалды әлем. Бірақ екеуін бөліп тастауға болмайды ғой, бір өмір ғой. Завод, фабрика да керек. Балабақша да, мектеп те керек. Бәрі керек. Бірақ бір адам завод, фабрикаға жұмсалып атқан ақшаны бөліп тастап мешіт салған жоқ қой. Мектепке бөлінген ақшаны алып қойып, мешіт салып жіберген жоқ қой. Неге оны соншалықты дау қыламыз? Қызық. Бір адам руханиятқа көңіл бөліп жатса, оның ішкі айыбына шейін шұқимыз ғой. Ана орамал тағып алып өтірік айтады. Ана басына тақия киіп алып ұрлық жасайды, пара береді. Иә, ол да адам ғой, өйткені. Ол да адам. Ол да қателесуге хақысы бар. Ол бір періште емес қой, намаз оқып кеткен адам періште болу міндет деген жер жоқ. Қанша байлар жүр біздің Қазақстанда, бір жетімнің басын сипамайды. Неге соларға айтпайсыздар? Бізде жетімдердің үйлері көбейіп жатыр. Пәленше, қалтаңа ақшаңды тыға бермей бір жетімді асырап алмайсың ба? Анау қарттар үйі көбейіп жатыр. Завод, фабрикаңда 20 сағат жұмыс істегеннен гөрі әке шешеңнің аяғын уқаламайсың ба? Бір мезгіл 8 сағат жұмыс істесең болды, рызық несібеңді табасың. 20 сағат істесең де, 8 сағат істесең де, кімнен сұрасаңыз да сол. Маңдайыңдағын артықты таба алмайсың. Қазіргі бизнес тренингтердің өзі айтады. Мақсат көп жұмыс істесең көп ақша табасың деген емес дейді. Көзін тауып жұмыс істесең көп ақша табасың. Яғни ақша табуға уақыт бөлмей емес, бөл, белгілі бір уақыт. Қалған уақыт ше, қалған уақыт адам болайықшы. Адам болу жаратылдық қой бұл өмірге. Машина болып келген жоқпыз ғой, қуыс кеуде болып.